ақш Венесуэлаға шабуыл жасады. Бұл ақпарат 3 қаңтарда түскі дейінгі уақытта хабарланды. Оқиға туралы әзірше не белгілі екенін түсіндірейін. Әзірше ешбір ведомство ақпарат көздері нақты дерек бермей отыр. Куәгерлердің айтуынша, Каракас қаласының үстінде ақштың көптеген әскери тікұшақтары байқалған. Алдын ала мәліметтерге сәйкес, ақш Каракастағы әуе базасына соққы жасаған болуы мүмкін. Содан бірінші болып хабар таратқан Рейтер агенттігінің мәліметінше, бұл шабуылдар 25 минут уақытқа созылған. Sky News Арабияның Венесуэладағы дереккөздердің мәліметінше, соққы Венесуэла қорғаныс министрінің үйіне және Каракастағы портқа тиген. Николас Мадуро Венесуэлаға жасалған шабуылдан кейін елде төтенше жағдай енгізу туралы жарлыққа қол қойды. Ал сыртқы істер ведомствоның өкілдері Венесуэла ақш тарапынан әскери агрессияға ұшырады деп мәлімдеді. Олардың мәлімдеуінше, ақш шабуылының мақсаты Венесуэланың стратегиялық ресурстарын, атап айтқанда мұнай мен пайдалы қазбаларын басып алу, сондай-ақ елдің саяси тәуелсіздігін күшпен әлсірету. Ал ақш әскери күштерінің өкілі The New York Times басылымына Каракастағы жарылыстарға ақштың қатысы бар жоғына қатысты әзірше пікір білдіруден бас тартқан. Ал осы арада ақш президенті Дональд Трамп Венесуэла аумағындағы, соның ішіндегі әскери нысандарға соққы жасау туралы бұйрық бергені белгілі болды. Бұл туралы CBC News телеарнасы хабарлаған. Ал Колумбия президенті Густаво Петро Венесуэлаға әскери шабуыл жасалғанын, сонымен қатар Каракасқа зымыран соққылар жасалғанын мәлімдеді. Дәл қазір олар Каракасты бомбалап жатыр. Бүкіл әлемнің назарына Венесуэлаға шабуыл жасалды. Олар зымырандармен соққы жасап жатыр. Америка мемлекеттері ұйымы мен Біріккен ұлттар ұйымдары дереу жиналуға тиіс деп жазды Густаво Петро X әлеуметтік желісіндегі жазбасында. ақш басшысы Дональд Трамп Венесуэла президенті Николас Мадуроны бірнеше рет айыптап, оны тағынан тайдыру керек деп мәлімдеген. Оған мынадай жағдайлар себеп. Трамптың айтуынша, Мадуроның жүргізіп отырған саясатының салдарынан Венесуэлалықтар жаппай елінен қашып, ақшқа заңсыз кіріп жатыр. 2013 жылдан бері экономикалық дағдарыс пен қатаң репрессияның кесірінен Венесуэладан шамамен 8 миллион адам кеткен. Әлемдегі ең ірі мұнай қорына 304 миллиард баррельге ие елде Мадуро биліктен кетпей, наразылықтарды күшпен басып келеді. Соның салдарынан халыққа тамақ пен дәрі-дәрмек табу күннен күнге қиындап барады. Алайда ақш президентінің бұл тұжырымдары егемен елге әскери шабуыл жасауға себеп бола ма деген риторикалық сұрақ қоямыз. Арнаға жазыла кетіңіз, әзірше осы.